Күздің қара суығы қалаға күтпеген жерден түсіп кеткендей болды. Бірақ бұл жай ғана кеш емес еді, бұл кеш біреудің өмірін түбегейлі өзгерту үшін келгендей сезілді. Аспан қара бұлтпен тұнжырап, жел көшедегі сарғайған жапырақтарды жұлқылап, жол бойымен сүйреп бара жатты. Сағат шамамен 22:40 еді. Лондонның орталығындағы ескі көшелердің бірі, Бакер-стрит, әдеттегіден тым тыныш көрінді. Тек анда-санда өткен көліктердің дыбысы мен жаңбыр тамшыларының асфальтқа соғылған үні ғана естілетін. Сол сәтте көшеге қара түсті, қымбат Мерседес S-класс баяу келіп тоқтады. Көліктен бірінші болып жүргізуші түсті. Ол артқы есікті ашқанда ішінен бойы ұзын, шамамен 42 жастағы ер адам шықты. Оның аты Даниэль Картер, ол жай адам емес еді. Даниэль Еуропадағы ірі инвестициялық холдингтің иесі. Оның есімі қаржы әлемінде өте танымал болатын. Газеттер оны тәуекелден қорықпайтын адам деп жазатын. Бірақ бүгін оның көзінде әдеттегі сенімділік жоқ еді. Бір түрлі шаршаған, тіпті ішінен бір нәрсе жеп жатқандай көрінді. Соңғы бірнеше ай оның өмірін астан-кестен қылды. 2025 жылдың күзінде оның ең ірі жобасы күйреп, миллиондаған фунт жоғалтты. Бірақ ешкім оның әлсіздігін байқамауы керек еді. Мен сыртта күтемін, сэр, деді жүргізуші. Даниэль тек басын изеді. Ол жақын маңдағы шағын ресторанға кіріп кетті. Бұл жерді ол бұрын көрмеген. Жай ғана қарны ашып кездейсоқ тоқтаған. Есік ашылғанда жылы ауа мен баяу әуен оны бір сәтке басқа әлемге алып кеткендей болды. Ішінде бәрі тыныш еді. Ағаш үстелдер, жұмсақ жарық, адамдардың жай ғана әңгімесі, бұл жерде уақыт баяу өтетін сияқты. Даниэль терезе жанындағы үстелге отырды. Бірақ оның ойы мүлде басқа жақта еді. Осының бәрі не үшін? Деген ой тағы да мазалады. Сол кезде Good evening, see. Here is bar menu. Ол басын көтерді. Және дәл сол сәтте бәрі тоқтап қалғандай болды. Алдында тұрған даяшы қызды көргенде оның жүрегі бір сәтке соқпай қалғандай болды. Эмили, деді ол сыбырлап. Қыздың қолындағы мәзір сәл дір етті. Иә, ол да таныды. Бұл Эмили Уотсон еді. Оның бұрынғы әйелі. 6 жыл бұрын ол бір күнде жоғалып кеткен. Ешқандай хат жоқ. Ешқандай түсініктеме жоқ. Тек бос қалған үй мен үнсіздік. Даниэль оны жылдар бойы іздеді. Бірақ таппады. Ал қазір ол оның алдында тұр. Және ең күтпегені Эмили жүкті еді. Іші айқын білініп тұрды. Даниэль орнынан сәл көтеріліп қайта отырды. Бұл мүмкін емес, Эмили өзін ұстап алуға тырысты. Сіз не тапсырыс бересіз? Деді ол ресми дауыспен, бірақ дауысы дірілдеп тұрды. Даниэль мәзірге қарамады да. Бұл бала кімнен? Тыныштық. Ауыр, тұншықтыратын тыныштық. Эмили көзін төмен түсірді. Бірнеше секунд өтті. Сосын ол жай ғана сыбырлады. Сенен. Даниэльдің ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Жүрегі қатты соға бастады. Неге? Неге айтпадың? Эмили көз жасын әрең ұстап тұрды. Өйткені сен сол кезде күйреп жатқан едің, ол баяу сөйлей бастады. 2025 жылдың қараша айы еді. Даниэль бизнесін сақтап қалу үшін түн ұйқысын 4 бөліп жүрген. Ол үйге сирек келетін. Ашулы, шаршаған, күйзелген. Сол кезде Эмили оның баласына жүкті екенін білді. Мен қорықтым, деді ол. Сен бұны тағы бір проблема ретінде қабылдайсың деп ойладым. Даниэль үнсіз қалды. Бұл сөздер оны қатты соққыға жықты. Сондықтан мен кеттім. Сен әдейі жоғалып кеттің бе? Эмили басын изеді. Мен Манчестерге көшіп кеттім. Басқа атпен жұмыс істедім, тіпті бір уақытта мейрамханада емес, кітап дүкенінде жұмыс істедім. Бұл сен сұраған қосымша шын сияқты деталь, бірақ ол жымиып жылап жіберді. Жалғыз болу өте қиын екен. Даниэль оның қолдарына қарады. Қатты жұмыс істегені көрініп тұр. Ол кенеттен өз өміріне басқа көзбен қарады. Ол байлық қуып жүріп, ең маңызды нәрсені жоғалта жаздаған. Ол баяу орнынан тұрды. Эмили бір қадам артқа шегінді. Бірақ келесі сәтте Даниэль күтпеген әрекет жасады. Ол тізерлеп отырды.
және ақырын оның ішіне қолын қойды. «Хай», деді ол сыбырлап, «айым бар да». Эмили көз жасын тоқтата алмады. «Сен шынымен қабылдайсың ба?» Даниэль оған қарады. Бұл жолы оның көзінде бұрын болмаған шынайылық бар еді. «Мен бәрін кеш түсіндім, бірақ әлі кеш емес». Ол терең дем алды. «Мен жаңа өмір бастаймын. Сендермен бірге». Сыртта жел әлі де гуілдеп тұрды. Бірақ ресторан ішінде біреудің өмірі дәл сол сәтте өзгеріп жатқан еді. Ал ең қызығы, кейін белгілі болғандай, сол түні Даниэль бұл ресторанға кездейсоқ емес, бір ішкі сезімнің жетелеуімен келген екен. Өйткені кейбір кездесулер жай кездейсоқтық емес. Олар тағдыр. Эмили үнсіз жылап тұрды. Оның көз жасы жай ғана өткеннің ауыртпалығы емес еді, бұл 6 жыл бойы ішінде сақталған жалғыздықтың, қорқыныштың және үміттің араласқан сәті болатын. Даниэль орнынан баяу тұрды. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай сенімді бизнесмен емес еді, ол тек әке болуға дайындалып тұрған адам еді. «Біз бұл жерден кетуіміз керек», деді ол жай ғана. Эмили таңғалып қарады. «Қайда?» «Үйге». Бұл сөзді айтқанда Даниэль өзі де бір сәтке тоқтап қалды. Үй ол үшін бұл сөз соңғы жылдары тек бос қабырғалар мен үнсіз бөлмелерді білдіретін. Бірақ қазір ол сөздің мағынасы қайта өзгеріп жатқандай еді. Эмили бірден келісе салмады. «Даниэль, бәрі соншалық оңай емес, мен білемін», деді ол сөзін бөліп. «Бірақ мен тағы да кешігіп қалғым келмейді». Осы кезде ресторанның әкімшісі жақындап қалды. Оның көзқарасы бұл жағдайдың әдеттегі емес екенін байқатып тұрды. Эмили өзін тез жинап алды. «Кешіріңіз, мен қазір, сен бүгін жұмыс істемейсің», деді Даниэль сабырмен. «Не? Сен демалуың керек». Эмили басын шайқады. «Мен кетсем, жұмысымды жоғалтамын». Даниэль қалтасынан картасын шығарып, үстелге қойды. «Бұл ресторанды сатып алмаймын, уайымдама», деді ол сәл жымиып. «Бірақ сенің бүгінгі күніңді жабуға жетеді». Эмили еріксіз күліп жіберді. Бұл соңғы бірнеше айдағы оның алғашқы шынайы күлкісі еді. Сыртқа шыққанда жаңбыр сәл басылған еді. Көлік әлі күтіп тұрған. Жүргізуші Даниэльді көріп есікті ашты. Бірақ Эмилиді көргенде сәл таңғалды. Даниэль ештеңе түсіндірмеді. «Үйге барамыз», деді қысқа ғана. Көлік қозғалды. Ішінде үнсіздік орнады. Бірақ бұл жолғы үнсіздік ыңғайсыз емес еді, ол толы ойлар мен жаңа бастаманың белгісі болатын. Бірнеше минуттан кейін Эмили сыбырлап сөйледі. «Сен шынымен бәрін өзгерте аламын деп ойлайсың ба?» Даниэль терезеден жаңбыр тамшыларына қарап отырды. «Жоқ», деді ол. Эмили оған қарады. «Бірақ мен тырысамын». Сосын ол оған бұрылды. «Бұл жолы мен жалғыз емес екенімді білемін». Олар қала шетіндегі үлкен үйге келді. Эмили ішке кіргенде тоқтап қалды. Үй өте әдемі еді. Бірақ суық. Жансыз. «Сен осында жалғыз тұрасың ба?» «Иә». Эмили ақырын ғана. «Көрініп тұр», деді. Бұл сөз Даниэльге ауыр тиді. Сол сәтте ол байлықтың бәрі адамның ішкі бос кеңістігін толтыра алмайтынын анық түсінді. Келесі күндер оңай болған жоқ. Эмили бұл жаңа өмірге бірден үйрене алмады. Ол әлі де өз-өзін қонақ сияқты сезінді. Ал Даниэль ол алғаш рет жұмысын кейінге қалдыра бастады. Кездесулерді қысқартты. Телефонды өшіріп тастайтын болды. Бір күні таңертең ол ас үйге кіргенде Эмилиді көрді. Ол жай ғана шай құйып тұр еді. Бірақ сол көрініс оған бұрынғы өмірін еске салды. Кішкентай ас үй. Күлкі. Жылулық. «Есіңде ме?» деді ол. Эмили оған қарады. «Қайсы?» «Сенің бір күні мен пісірген тамақта ас емес, эксперимент дегенің». Эмили күліп жіберді. «Себебі сен шынымен бәрін күйдіріп алғансың». Олар бірге күлді. Жай ғана. Шынайы. Бірақ ең үлкен өзгеріс әлі алда еді. Бір аптадан кейін түн ортасында Эмили қатты ауырсынудан оянды. Даниэль ол бірден оянды. «Не болды?» «Меніңше басталды». Даниэль алғаш рет өмірінде қорықты. Шынайы. Ол не істеу керектігін білмеді.
бірақ уақыт жоғалтуға болмайтын. Олар ауруханаға асықты. Жол бойы Эмили оның қолын қатты ұстап отырды. Мен қорқып тұрмын, менде, деді Даниэль ашық. Бұл сөз Эмилиді таңғалдырды. Бұрын ол ешқашан қорқамын деп айтпайтын. Сағаттар өтті. Ұзақ, ауыр, күтуге толы. Сосын дәрігер шықты. Құттықтаймын. Сізде қыз бала. Даниэль көзін жұмып терең дем алды. Оның өмірінде алғаш рет ол өзін толық сезінді. Бірнеше минуттан кейін ол палатаға кірді. Эмили шаршаған, бірақ бақытты еді. Ал оның қолында кішкентай өмір жатты. Даниэль баяу жақындады. Оның аты қандай болады? Деп сұрады Эмили. Даниэль бір сәт ойланып қалды. Сосын жай ғана айтты. Хоуп. Эмили жымиып. Үміт, иә, деді Даниэль, себебі сен маған оны қайта бердің. Сыртта әлі де күз еді. Жапырақтар түсіп жатты. Бірақ олардың өмірінде жаңа көктем басталған болатын. Егер қаласаң, келесі бөлімде мен. Олардың өмірінде тағы бір қиын сынақ, мысалы, өткеннен бір құпия қайта оралады, немесе қыз өскен кездегі оқиғаны. Уақыт өтті. Бір ай, 2 ай, жарты жыл. Кішкентай Хоуп күн сайын өсіп жатты. Оның күлкісі үйдің ішін тірілтіп жіберетін. Бұрын суық, бос көрінген үлкен үй енді тірі сияқты еді, ішінде жылу бар, дыбыс бар, өмір бар. Эмили біртіндеп жаңа өмірге үйрене бастады. Ал Даниэль, ол мүлде өзгеріп кеткен. Бұрын таңды телефон қоңырауымен бастаса, енді ол қызын қолына алып, терезе алдында тұрып күннің шығуын қарайтын болды. Бір күні таңертең Эмили оны байқап қалды. Даниэль Хоупты құшағына алып, ақырын сөйлеп тұр екен. Сен келгеннен кейін бәрі өзгерді, сен білмейсің де. Эмили есік алдында үнсіз тұрып қалды. Оның жүрегі жылып кетті. Бірақ бақыт ұзақ уақыт тыныш күйде тұрмайды. Бір күні кешке есік қағылды. Даниэль ашқанда табалдырықта бейтаныс ер адам тұрды. Қара киімде, салмақты, көзқарасы суық. Сіз Даниэль Картер боласыз ба? Иә. Ал сіз? Менің атым Майкл еді. Даниэль бұл атты бұрын естіген. Және бұл жақсы белгі емес еді. Майкл қаржы әлеміндегі көлеңкелі адам болатын. Заңмен тікелей ұстала алмайтын, бірақ әрқашан қауіпті келісімдердің артында жүретін. Бізге сөйлесу керек, деді ол. Олар кабинетке кірді. Эмили алыстан бақылап тұрды. Оның ішкі түйсігі бір нәрсенің дұрыс емес екенін айтып тұрды. Сізге не керек? Деді Даниэль суық дауыспен. Майкл жай ғана үстелге папка қойды. Бұл сіздің өткеніңіз. Даниэль папканы ашты. Ішінде құжаттар, келісімдер, фотолар және бір сурет. Ол суретті көргенде оның жүзі өзгеріп кетті. Бұл мүмкін емес, өте мүмкін, деді Майкл тыныш. 2025 жылы сіздің компанияңыз күйреуге жақын болғанда, сіз бір келісімге қол қойғансыз. Даниэль үндемеді. Ол есіне түсірді. Сол ауыр кезең. Ақша жетпей, бәрі құлап жатқан уақыт. Бірақ мен ол келісімді жаптым. Жоқ, деді Майкл. Сіз тек оны кейінге қалдырдыңыз. Эмили кабинет есігінің сыртында тұрды. Ол бәрін естіп тұрды. Жүрегі қатты соға бастады. Не қалайсың? Деді Даниэль ашуланып. Майкл оған тура қарады. Мен сіздің жаңа жобаңыздың 40% үлесін қалаймын. Бұл мүмкін емес. Онда ол папканы саусағымен түртіп қойды. Бұл құжаттар басқа адамдарға жетеді. Сен мені қорқытып тұрсың ба? Майкл жымиып. Жоқ. Мен тек шындықты ұсынып тұрмын. Сол сәтте Эмили есікті ашып кірді. Жетеді. Екі ер адам оған қарады. Біз отбасы болып енді ғана қалыптасып жатырмыз, сіз оны бұза алмайсыз. Майкл оған бір сәт үнсіз қарады. Сосын күтпеген нәрсе айтты. Сіз Эмили Ватсон ба? Эмили тоқтап қалды. Иә. Майкл терең дем алды. Онда бұл жағдай сізге де қатысты. Не? Даниэль ашуланып кетті. Оны бұл іске араластырма. Кеш, деді Майкл, ол әлдеқашан ішінде. Ол тағы бір құжатты шығарды.
Эмили оны көргенде қолы дірілдей бастады. Бұл мүмкін емес, бұл оның аты жазылған құжат еді. 2025 жыл. Сол уақыт ол Даниэльден кеткен уақыт. Сен, Эмили сыбырлады, сен мені бақылағансың ба? Майкл басын шайқады. Жоқ. Бірақ сенің кеткенің кездейсоқ емес еді. Дэниел қатып қалды. Не айтып тұрсың? Майкл баяу айтты. Сол кезде сенің компанияңды құлатқысы келген адамдар болды. Ал ең әлсіз жерің отбасың еді. Майкл көзін кең ашты. Демек менің кетуім, иә деді Мичел. Біреулер саған қысым көрсеткен. Эмили артқа шегінді. Жоқ, мен ешкімге ештеңе айтқан жоқпын, бірақ сол сәтте оның есіне бір нәрсе түсті. Белгісіз нөмір. Қоңыраулар. Қорқыныш. Егер сен қалсаң, ол бәрін жоғалтады. Эмилидің денесі мұздап кеткендей болды. Даниэль оған қарады. Неге маған айтпадың? Эмили көз жасын тоқтата алмады. Мен сені қорғадым деп ойладым. Даниэль үнсіз қалды. Бұл шындық бәрін өзгертті. Майкл орнынан тұрды. Сіздерде уақыт аз. Егер мен бас тартсам ше? Деді Даниэль. Онда бұл жолы сіз тек бизнесіңізді емес, бәрін жоғалтасыз. Ол есікке қарай беттеді. Сосын тоқтап. Айтпақшы, мен жау емеспін. Онда неге көмектеспейсің? Деді Эмили. Майкл сәл жымиып. Себебі бұл ойын әлі біткен жоқ. Және ол кетіп қалды. Үйде ауыр тыныштық орнады. Эмили мен Даниэль бір-біріне қарады. Екеуі де енді түсінді. Бұл жай ғана өткеннің көлеңкесі емес. Бұл қайта басталған қауіп. Ал бұл жолы олар жалғыз емес. Олардың қорғауы керек нәрсе бар. Даниэль ақырын айтты. Бұл жолы біз қашпаймыз. Эмили басын изеді. Иә, бұл жолы бірге тұрамыз. Ал бөлмеде кішкентай Хоуп тыныш ұйықтап жатты. Ол әлі ештеңе білмейді. Бірақ дәл оның болашағы үшін бәрі енді басталып жатқан еді.